Салем көрермендер, бүгін Еков сайтынан пропискаден қалай шығарып тастау керек, сол жайында айтатын болам. Мен кабинетке кіріп қойдым. Астыға қарай түсеміз. Мына жерде гражданство, миграция деп тұр, соны басамыз. Регистрация населения деген бар, соны басамыз. Міне снять с прописки деп тұр. Осыны басамыз. Заказать услугу онлайн. Осы жерден регион таңдайтын боламыз. Мысалы, біздің немізде Ақтөбе облысы. И мына жерде біздің жаңа данныйымыз шығып тұрады, мекен жайымыз. Соны галочка қоямыз. И осы жерден список шығып тұрады. Осы жерден қайсысын алып тастаймыз, соны басатын боламыз. Мысалы, біздің қазіргі жағдайда астыңғы жағындағысын алып тастайтын боламыз. Енді подтверждение үшін ETSP-мен қол қоятын боламыз. Аутпен кірдік, эрсамен қол қоятын боламыз подписанияға. Паролімізді енгіземіз. Не көріп тұрсыздар, мен қолды қойып жібердім. Енді мынаны астыға қарай түсірсек, мына жерде статус деп тұр, соны обновление жасап жібереміз. Міне біздің данныйлар шықты, кім шығып жатыр, үйден, кезектен. Үйден кім шығып жатыр, соны қарайтын боламыз. Тағы да обновление жасаймыз. И бұның шыққан шықпағанын личный